Жақында 21 тамыз күні халықаралық терроризм құрбандарын еске алу күні болды. Тәуелсіздіктің бүкіл тарихында Қазақстан Республикасында 10-нан астам лаңкестік әрекеттер орын алып, 100-ге жуық адам қаза тапты. Олардың едәуір бөлігі діни себептермен жасалған. Қазақстандағы ең атышулы лаңкестік әрекеттерді еске түсірейік. Қазіргі Қазақстандағы ең алғашқы лаңкестік оқиға 2011 жылы 17 мамырда Ақтөбе облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратында болды. Қылмыскер 25 жастағы Рақымжан Мақатов өзін өзі жарып жіберіп мерт болды. Тағы 3 адам жарақат алды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, жас жігіт Ансаруддин тобының мүшесі болған. Ол Ауғанстандағы америкалық әскерилермен және Дағыстандағы Ресей қауіпсіздік күштерімен соғысуды жоспарлаған. Қазақстандық тәртіп сақшылары топты ұстады, бірақ оның жетекшісінің оң қолы болған Мақатов жауапкершіліктен жалтарып үлгерді. Ол тергеумен ынтымақтасуға келісті. Кейін сатқындық үшін кінәсін сезінген ер адам Ұлттық қауіпсіздік комитеті қабылдау бөлмесінде өзін өзі жарып жіберуді ұйғарды. Рақымжан Мақатов Жас қанат республикалық ән байқауының лауреаты болған. Сонымен қатар мектепте домбырамен ойнаған. Жас жігітті білетін адамдар оны әдепті және көңілді деп еске алады. Бірақ үйленгеннен кейін оның әсіресе діндар болғанын атап өтті. Ол тіпті музыканы ойнауды тоқтатты, өйткені оның ортасында оны құптамады. 2011 жылдың 12 желтоқсанында Таразда жихадизмді ұстанатын 34 жастағы Мақсат Қариев қарулы шабуыл жасап, оған бақылау жүргізген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облысы бойынша басқармасының 2 қызметкерін өлтірген. Содан кейін ол Мазда көлігінің иесіне шабуыл жасап, қару қолдану арқылы оны байлап, көлікті иемденген. Кейінірек ол қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасап, атыс қаруымен күзетшімен өтіп бара жатқан адамды өлтіріп, 2 атыс қаруымен оқ-дәріні иемденген. ВАЗ-2109 автокөлігін тартып алып, мамандырылған күзет бөлімінің 2 қызметкерін, полиция сержанттарын өлтіріп, олардың қызметтік қаруын алып кеткен. Содан кейін Қариев тұрғылықты жеріне жетіп, өзімен бірге РПГ-26 гранатометін алып, гранатометтен 1 рет және автоматты қарудан бірнеше рет облыстық Ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратының қабырғалары мен терезелеріне оқ атқан. Қылмыс орнынан ізін суытқан Қариев патрульдік полицияның 2 қызметкерін жаралады. 15 минуттан кейін жол полициясының жеке батальонының қызметкерлері оны жаралап ұстады. Оны залалсыздандыру кезінде Қариев өзін өзі жарып жібереді. Нәтижесінде оны ұстаған взвод командирі полиция капитаны Ғазиз Байтасов қайтыс болды. 2016 жылдың 5 маусымы Ақтөбедегі теракт. Оны дәстүрлі емес діни ағымдардың радикалды жақтаушы топ адамдар жасаған. Шабуылшылардың ауқымды тобы Паллади дүкеніне кіріп, дүкен қызметкеріне жүрек аймағына оқ жарақатын салды. Алайда ол дабыл түймесін басып үлгерді. Ол алған жарақатынан қайтыс болды. Дабыл бойынша келген күзет мекемесінің 2 қызметкері оқтан жарақат алған. Олардың бірі оқиға орнында көз жұмды. Экстремистер дүкен маңындағы көлікті басып алу үшін дүкеннен шығып бара жатқан оның иесі 69 жастағы зейнеткерді өлтірген. Бірінші шабуылдан кейін экстремистер бөлініп кетті. Олардың 6-ы бұрын басып алған патрульдік полиция көлігімен Пантера қару-жарақ дүкеніне барды. Маршруттық автобусты басып алып, одан барлық жолаушылар мен кондукторды түсіріп алған екінші топ жүргізушіні көлікті ұлттық ұланның әскери бөліміне бағыттауға мәжбүрлеген. Келген полиция жасақтары атыс нәтижесінде 3 шабуылшыны өлтіріп, 1-еуі ұсталды. 2 қылмыскер қашып үлгерді. Кейін олар қала сыртынан табылып жойылды. Сағат 14:35-те Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының нөмірі 65-55 әскери бөліміне шабуыл жасалды. Мылтықпен қаруланған нақты саны белгісіз 10-15 шабуылдаушылар өздері басып алған МАН маркалы жолаушылар автобусын пайдаланып, жүргізушіні көлікті бақылау өткізу бекетінің қақпасына қарай айдауға мәжбүрлеген. Қақпа автобуспен ұшырылып, көлік тоқтаған. Осыдан кейін олар бақылау өткізу бекетіндегі кезекші қарусыз жасаққа оқ жаудырып, әскери бөлімнің аумағына кіріп, штаб ғимаратында орналасқан кезекші бөлімге барды. Шабуыл жасаушылардың мақсаты бұдан да ауыр қаруларды қолға түсіру болды. Бөлімше бойынша кезекші бөлімге және қару-жарақ бөлмелеріне кіреберісті дереу жауып, дабыл қағып, ішкі қарауылға шабуыл туралы хабарлады. Қару-жарақты иемдене алмаған шабуылшылар кезекші бөлімге оқ жаудырып, штабтан шығып, әскери бөлімнің көлік паркіне қарай бет алған. Шабуылшылар әскери қалашықты айналып өтіп бара жатқан еркін ауысым сақшылары
шабуылшылары арасынан жаяу патрульде жүрген 19 жасар әскерге шақырылған жігітті кездестірді. Ол шабуылшылардың 2 оғынан қаза тапты. Автотұрақ аумағына енген шабуылшылар ішкі күзетпен кездескен. Шайқас кезінде қарауыл бастығының көмекшісі қаза тапты. Автотұраққа кірмек болған кезде бір шабуылдаушы қақпада, екіншісі саябақта өлтірілді. Қару-жарақты қолға түсіре алмаған соң, қиян-кескі қарсылыққа тап болған шабуылшылар көрші гараждар арқылы қашуға әрекеттеніп, әскери бөлімнің аумағынан шығып кеткен. Шабуыл жасаушылардың бір тобына тосқауыл қойылса, екіншісі қоршаудан асып қашып кеткен. Шабуылдың салдарынан жалпы 25 адам қаза тапты. Алматыдағы теракт. 2016 жылдың 18 шілдесінде Ақтөбедегі радикалдардың әрекетінен шабыттанған салафиттік жихадизмді ұстанушы Руслан Көлекбаев Алматы қалалық ішкі істер департаменті ғимаратына және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратына шабуыл жасады. Лаңкес 2 бейбіт тұрғын мен 8 тәртіп сақшысын өлтірді. Тергеушілердің айтуынша, бұл оның түрмеде өткізген уақыты үшін олардан кек алу тәсілі болған. Мектепте Көлекбаев футбол ойнап, құрбыларымен тіл табыса білсе де, немқұрайлы болды. Алайда ол 20 жасында тонау және қару сақтаған үшін сотталған. Болашақ лаңкестің салафизм идеяларына дәл қамау орындарында қызыға бастағанын ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Владимир Жұмаханов мәлімдеді. Көлекбаевтың Алматы полициясына шабуылы 2016 жылға қарай Қазақстандық қауіпсіздік күштерінің деградациясын көрсетті. Сарапшылар қауіпсіздік күштерінің әрекетін апат деп атаудан тартынбады, деп жазады Новая газета. Қараша айында Көлекбаев мүлкі тәркіленіп, өлім жазасына кесілді. Алайда 2021 жылы Қазақстанда өлім жазасы алынып тасталды. Сондықтан лаңкес өмір бойы бас бостандығынан айырылды.